күн, қалдарыңыз қалай? Біз бүгін целый день үйде болдық. Обедті енді ішіп жатырмыз. Обед дегенде завтракты енді ішіп жатырмыз. Потому что целый день үйді убирались, уборка жасап, ана жолдан қалып кеткен киімдерді реттеп, енді душқа түсіп, строгам терлеп кеткен ғой жұмыс істеп, жуаным. Вот, в общем, өзіме осындай витаминчиктер алған болатынмын. Кето плюс деген, бұл жақта метаболизмді жоғартады, жаңағы ас қорыту болады ғой, көбісімізде метаболизм дұрыс жұмыс істемеген кейін ЖКТ проблема болады ғой. Соған алған болатын. И прикиньте, уже 3-4 күн ішіп жүрмін. И тамағым да қортылып, кәдімгідей прям керемет, өзімді прям легкость сезім жүрмін ғой. Еще на весах минус килограммчики. Короче, қыздар спокойно душқа түсіп, үй жинап жүрсем, мне позвонили с одного крупного агентства Тимба, завод Тимба. И они уже вызвали мне такси. И хотят, чтобы я сегодня приехала, посмотрела. Завтра уже завод посмотреть. Я просто не переживать эту думаю. Что? Ал біз жолға шықтық. Қазір мобилограф қызды күтіп тұрмын. Жанында. Негізі мен өмірім спонтанно, по идее. Я дома лежала, сушила волосы, и тут мне позвонили, срочно нужен блогер деп маған. И я такая, ну окей деп. Бірақ мен негізі 20 күні бұйырса Қытайға ұшайын деп жатқан, мен айтып қояйын, сыр болмасын. Но планы походу меняются, но походу не меняются. Короче, решим потом. Аз бұның историсын 500 000 адам көріп отыр. Аз бұл Арген жанына жүрем, аз ез ол кетейін деп азыр. Отметка сделай, не забудьте. Так, мен Қырғызстанда екенімді біліп, маған хейт кетіп отыр екен, сен деген құтырып өзің Қырғызстанға барасың деп. Во-первых, кеше мен жазған крупные предложения осы Қырғызстаннан түскен болатын, сол жұмыс бойынша келдім мен, сіздер ойлағандай емес. Одан кейін маған YouTube жазбауларыңызды сұраймын, мен сіздердің әрбір сөздеріңізді, әрбір хейттарыңызды ешкім қалайсам болды, ешкім құдай емес қой. Сіздер, пожалуйста, айтады ғой, жүйес қарғыс өз иесін табады деп, пожалуйста, маған қарғап ішін жазбай қойыңыздар. Өздеріңізбен өздеріңіз күресіп, өздеріңіздің ашуларыңызды өзіңізге жинаңыздар. Ашуланбайын десең үстеді ғой, бір как будто мен сіздерге бір повод беріп жүргендей, ойпай деп үйіне барып жатып алғандай. Білмеймін, мен подписчиктерімді жақсы көремін да, бірақ арасында осындай адамдар болады да, прям шатырымды қайдыр жеретін бар ғой. Айдан үйіне кеп қалдық. Бұйырса ертең таңертең Алматыға жол жүретін боламын. Бұйырса айтып жатырмын ғой Айдаға, өскен кезде сен мамаң сияқты боламын деп. Всегда қонақтарды күліп, қарсы алып, осындай чай жасап. Ғашықтық сезімі ғаламат толқыныңда аясау теңіздің биік армандар жиі